Қайырлы күн ханымдар, бүгін сіздермен ореховый пирог пісіреміз. Керекті заттар: қамыр үшін ұн, жұмыртқа, сахар, ванилин разрыхитель, сары май керек болады. Начинкасы үшін грек жаңғақтары, жұмыртқа, сахар, глюкозный сироп, сахарная пудра, егер қаласаңыз корица қосуға болады. Пирогты жасау барысында осы аспаптардан пайдаланамыз. Пирогты жасау барысында барлық заттар бөлме температурасында болу керек. Алдымен ыдысқа ұнды саламыз, және артынан сары майды салып, жақсылап араластырамыз. Үгітілмелі болуы керек. Араластырдық. Енді ванилинді және разрыхительді салып, тағы да кішкене араластырамыз. Енді бөлек бір ыдысқа жұмыртқаны және сахарды салып, екеуін жақсылап араластырамыз. Қамырымызға құйып, қамырды біріктіреміз. Біркелкі қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болды. Енді кішкене холодильникке қойып салқындатып алуға болады. Немесе қамырды жайып формаға орналастыруға болады. Мен қамырды жайып формаға орналастырамын. Қамырды силиконовый коврикпен жаю өте ыңғайлы. Формаға орналастыру үшін алдымен қамырды оқтаудың көмегімен кеңейтіп алу керек. Қамырды форманың үлкендігіне қарай кеңейтуіміз керек. Менде барлық қолданған форма 26 диаметрлік өлшемде. Қамырды көріп тұрғандарыңызды жинап, формаға саламыз. Видеода көрсетілгендей етіп қамырды орналастырамыз. Бортиктерін жан-жағын тегістейміз. Артық қамырларды пышақтың көмегімен кесіп тастаймыз ысыру арқылы. Қамырымыз формаға өте жақсы орналастырылды. Енді начинкасын дайындағанға дейін холодильникке қамырды қалдырамыз. Начинкасы үшін алдымен жұмыртқаны ыдысқа саламыз, артынан сахарды салып, жақсылап араластырамыз. Араластырып біттік. Енді глюкозный сироп қосамыз. Глюкозный сиропты кез келген кондитерлік дүкеннен таба аласыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Алдын ала грек жаңғақтарын турап аламыз. Араластырып біттік. Енді грек жаңғақтарын қосамыз. Грек жаңғақтары мен корица өте үйлесімді, сол үшін мен корицаны қолдандым. Егер сізге ұнамаса, қолданбауға болады. Тағы да жақсылап араластырамыз. Енді холодильниктен қамырымызды шығарамыз.
Дайындаған начинканы саламыз. Қасықтың көмегімен жаңғақтарды барлық жерге жайып шығамыз. Дайын болды. Енді 180 градус алдын ала қыздырылған пеште 30-35 минут бойы бет қызарғанға дейін пісіреміз. Пирогымыз пісті. Қазір беті біраз ісініп тұр. Ыстық күйінде кесуге немесе формадан шығаруға болмайды. Суығанын күтеміз. Кем дегенде 2 сағат бойы салқын жерде суытып алу керек. Пирогымыз суыды. Мен бір түн бойы салқын жерде қалдырдым. Енді сәндеу үшін бетіне сахарный пудра себеміз. Мендегі 26 диаметрлік форма кез келген кондитерлік дүкендерден, ыдыс-аяқ сататын дүкендерден таба аласыздар. Өткір пышақтың көмегімен кесеміз. Видеода көріп тұрғандарыңызда пирогымыз өте әдемі шықты. Керемет, жан-жағын қарасаңыздар да болады. Пирогтың дәмі де өте керемет болды. Барлық заттар бір-бірімен өте үйлесімді. Сіз де дәл осы видеода көрсетілген рецептпен, осы реттілікпен жасасаңыз, сізде де өте мінсіз, хош иісті, дәмді, керемет пирог шығады. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеода көріскенше сау болыңыз.